Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Сандуғаш. Бүгін біз осы алқаның браслетін, білезігін жасайтын боламыз. Және бізге керекті заттар, бізге осындай қалған жартысы, жемчугтың жартысы керек. Және осындай тогл застежка керек. Бұл бізде осы алқаның тогл застежкасымен бірдей болуы қажет. Бұл қандай? Бұл да сондай болу керек браслет. Және де крем-плантач керек бізге. И екі кремп, екі протектор қажет. Және де бір штук пиной шарикан керек. Және мешбузылар қолданамыз. Мен осындай ұсақ түрін қолданамын. Енді қолданбай қойсақ та болады, оны өздеріңіз білесіздер. Және трос қажет. Менде осындай сары юбилейный трос. Сіздер мынандай обычный трос қолдана берсеңіздер болады, маңызды емес. Және де инструменттер қажет. Қайша. Бірінші тросымызды аламыз. Енді қолға жететіндей ақ осындай аламыз. Артығымен алдым. Қайшымен қиып аламыз. Енді бірінші біз осы жемчугімізді төгіп аламыз. Төктік. Бірінші біз бас жағын дайындап аламыз. Бұл үшін осы кремпті өткіземіз. Сіздер алқада қандай кремп қолдандыңыздар, бұл браслетке де сондай кремп қолданасыздар. Екеуі бірдей болу қажет. Набор болу керек. Кремпті кейін протекторды өткіземіз. Жақыннан көрсетейін. Осылай протектор осындай. Және де осы айналдырып әкеп қайдан осы кремпқа. Осы кремп ең мықты кремп, ең жақсы, бағасы жағынан да қымбат. Енді осы кремпімізді бекітеміз. Бекіту үшін мына тұрған, біз осы не тұрған басамыз осы инструментпен, плоскогубспен. Міне, бастық. Басқан кезде осы кремпіміздің жаңағы шығып тұрған жері кіру керек. Өстіп бекітеміз. Енді бір-бірлеп осы жемчугімізді өткізе бастаймыз. Бір жемчугімізді қалдырып қоямыз кулон жасауға. Браслеттің. Енді оны жасамай қойсаңыз да болады. Мен браслетті өз қолыма өлшеп жасаймын. Керек заттардың бәрін описаниеға жазып қоямын. Және де менің каналыма подписаться кнопкасын басуды ұмытпаңыздар. Не өстіп артық қалған тросты өстіп жемчугтың арасына өткізіп тастаймыз. Міне. Өткіздік. Енді мына межбусымызды қайда қолданамыз? Бұл межбусымызды біз алқаның қай жағына қолдандық? Алқада біз мына орта жағына қолданғанбыз. Міне орта жағына. Сондықтан да браслеттің біз де орта жағына қолданамыз. Немесе бүкіл арасына да қолдануға болады. Межбусымыздың размері 2 мм. Мен әр қайсының арасына қолданатын болдым. Мен осындай межбусыйдың орнына осындай кремпті, зажимный кремпі деп аталынады. Өзі арзан бағада осы фурнитура сататын магазинден алсаңыздар болады. Осындай кішкентай 2 мм-лік бұның размері, бұдан үлкендеу де болады. Осыны қолданамын. Менде межбусы негізі наличие жоқ болды, сол үшін мен осындай кремп алдым. Бұл да өте әдемі көрінеді. Міне, осындай алып жасаймыз. Осы заттардың барлығын біз фурнитура сататын, осы премиум класста өте осындай заттар сататын фурнитура магазині бар. Мен содан аламын. Бәрін бір жерден аламын. Инструментті де, тросты да бәрін сол бір жерден аламын. Енді ол әр қалада болады ондай. Мен әр қаладан алдыртам. Кейде Шымкенттен, кейде Қарағандыдан алдыртам, кейде Ақтөбеден алдыртам. Қай фурнитура ұнайды, соның арасынан Инстаграмның сайтына кіріп,
заказ беріп почтамен немесе курьермен алдырсаңыздар болады. Инстаграмда сол магазиннің өзінің меню бар. Ішіне менюға кіріп, қалаған заттарыңызды таңдап, каталогқа сөйтіп заказ жасасаңыздар болады. Менің инстаграмым описание астына жазып қоямын. Кіріп директке жазсаңыздар, мен осы алып жүрген магазиндердің ссылкасын жіберемін сіздерге. Міне, қараңыздар, осындай әдемі көрінеді арасына салсаңыздар. Бұл менде жемчуг, түсі осындай коричневый, және размері 5-6 миллиметрлік. Мен көбінесе набор қылып жасаймын. Наборда менде алқа немесе сырғасы болады. Көбінесе мен сырғасы мен алқасын жасаймын. Браслетті былай анда-санда ғана жасаймын деп айтсам болады. Менде бітіп қалды қазір тағы. Міне осындай пакеттерге салып береді, өздеріңіз штуктап. Бір қолымызға өлшеп алайық. Тағы. Қолыма сәл үлкендеу жасаймын, өйткені әркімнің қолы размері әртүрлі. Бір штук алып қалуды ұмытпаңыздар. Жемчугтан қазір мен сіздерге көрсететін боламын. Осы кулонын қайтып жасайтынымызды бір штук жемчугтан. Сұрақтарыңыз болса комментарияға жазсаңыздар болады. Менде соңғы 2 штугым қалды. Осы қолданамын. Міне, болдым. Бір штугын алып қалдым. Қолыма тағы өлшеп көремін. Міне, қарасаңыздар, менің қолыма әлдеқайда үлкен. Міне. Енді біз тура басында қалай жасадық, қазір солай жасаймыз. Бірінші крем, протектор. Осы кезде ескере кететін жайт. Біз бір жағын протекторын салып аласыздар да, енді арнайы инструментпен осы тоғылымыздың өзінің осындай колечкесі болады. Соны ашып аласыздар. Осылай аштым. Ашып. Міне, осы жағын алып, мына протекторымыздың екінші жағын өткізіп аламыз осылай. Бір жағы сыйса болды. Мына жағын өткізіп көрейік. Егер өтпесе, колечке қолданамыз. Мен сол колечке қолданбас үшін өстіп өткізіп көрейін деп ойлағанмын. Енді тесігі кішкентай. Колечкемен бекітетін боламыз онда ше. Енді екінші протектордың екі жағын өткізіп, міне. Кейін кремка қайтадан саламыз. Шын бір жемчугтан өткіземіз. Міне, өткіздік. Енді мына жағына былай тартамыз. Ұстадыңыздар. Былай тартасыздар. Сонда мына жағы да тартылады. Міне. Кішкене протектордың бас жағын қысып жіберіңіздер. Міне. Енді бекітетін боламыз. Арнайы инструментпен жаңағы жағын шығып тұрған жерін кіргіземіз. Қысамыз. Міне, қыстық, кірді. Енді мына артық жерін қайшымен немесе кусачкамен кесіп тастайсыздар. Былай тастайсыздар да, мына жерінен түбінен кесіп тастайсыздар. Түбін жақсылап қиып тастасаңыздар болады. Міне, былай асмалас дайын болды. Енді бекітетін жағын дайындаймыз. Көрдіңіздер, менің қолыма әлдеқайда үлкен болып тұр. Енді жаңағы ашқан колечкемізді алып, өзінің тоғылын саламыз. Бір жағын инструментпен ұстаймыз. Екінші жағына мына тоғылдың бір жағын өткіземіз. Енді
екі жақ инструментпен алып жанына қарай жылжытамыз. Міне жылжыттық, біз бекіттік. Енді бізге тағы бір колечко керек болады. Міне бір колечко алдым. Ол енді сіздер қандай тапсаңыздар сонда қолдана беруге болады. Менде мынау 6-шы размердегі колечко. Бұл мықты колечко деп айтсам болады. Жылжытамыз. Саламыз. Екінші жағын бекітеміз. Міне салдық, енді бекітеміз. Қалай аштық? Тура солай қарай жаптық. Міне. Енді бұл бізде былай болады. Осылай ғана жасауға болады. Міне, қолда бұл осы жағы өсіп тұрады, осы жағына қарайды, жоғары қарайды. Енді біз кулон жасайтын боламыз. Біз жаңа бір штук алып қалған немізді пиной аламыз. Бұл пинойдың ұзыны болады. Мынау қысқасы, мендегі пинойдың екі түрі болады өзі. Ұзын және қысқасы. Енді мына шеттен алып, кусачкамен қиып тастаймыз. Міне, қиып тастадым. Енді біз круглогубцы аламыз. Жанына қарай қисайттық. Губцы алып, ұшынан аластырды. Былай қарай ес. Сонда ілмек бізде. Міне, осыншалай ілмек пайда болды. Енді біз тағы бір колечкемізді алып, жаңағыдай 6-шы размердегі колечко өткіземіз. Міне мына жемчугімізді өткіземіз, жаңа жасаған. Енді осыны екі инструментпен ұстап бекітеміз. Бекіткенде колечко жақсылап бекітіңіздер, шығып кетеді әйтпесе. Міне. Осындай кулоны бар. Міне, біз браслет жасадық. Міне.